Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Математика сабағына дайынсыңдар ма? Дайын болсаңдар, сабағымызды бастаймыз. Ол үшін кітабымыздың 193-ші бетіндегі 570-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Мен берілгенін оқимын, сендер мұқият тыңдап отырыңдар, жарай ма? Кәнеке бастайық. Қосындыны табыңдар. Балалар, бізге қосынды берілген екен. Осы қосындының мәнін табуымыз керек. Кәнеке ендеше берілген қосындымызды жазып алайық. 15-тен 1 қосылған. Бөлімінде 14 көбейтілген 15, алымында 1 қосылған. Бөлімінде 13 көбейтілген 14, алымында 1 қосылған. 12 көбейтілген 13-тен 1, 12 көбейтілген 13, алымында 1 қосылған. 11 көбейтілген 12, алымында 1 екен, тең болады. Енді балалар, бұл қосындының мәнін табуымыз үшін бізге берілген бөлшектердің арасында бөлімінде көбейтінді тұр. Енді осы көбейтінді бар бөлшектерді біз аликвоттық бөлшектердің айырмасы түрінде жазып алайық. Тең дейміз. 15-тен 1 қосылған. 14 көбейтілген 15-тен 1-ді балалар. Бірінші көбейтіндіні бірінші бөлшектің бөлімі ретінде жазамыз. Яғни азайғыштың бөлімі болады. Ал екінші көбейтіндіміз азайтқыштың бөлімі түрінде жазылады. Қосылған. Дәл солай келесі бөлшекті де айырма түрінде жазамыз. Бірінші көбейтіндіміз азайғыштың бөлімі болады. Азайтылған. Ал екінші көбейткішіміз азайтқыштың бөлімі болады екен. Мінеки, қосылған. Дәл солай мына бөлшекке де жасаймыз. 12 азайғыштың бөлімі болады. Ал 13 азайтқыштың бөлімі болады. Қосылған. 11 азайғыштың бөлімі. 11-ден 1 дейміз. Азайтылған. 12 азайтқыштың бөлімі болады. 12-ден 1 тең болады. Енді балалар, бірдей бөлшектер бір-бірінен азайтылып, жойылып кетеді. Мысалға, 15-тен 1-ден 15-тен 1-ді азайтып тастаймыз. 0 болады. 14-тен 1-ден 14-тен 1-ді азайтып тастаймыз. 0 болады. 13-тен 1-ден 13-тен 1-ді азайтып тастасақ 0 болады. 12-ден 1-ден, мына 12-ден 1 азайтылып 0 болып кетеді. Сонда балалар қараңдаршы, бізде 11-ден 1 қалды. Мінеки, демек қосындының мәні 11-ден 1-ге тең екен. Балалар, бізге берілген бөлшектерді біз аликвоттық бөлшектердің айырмасы түрінде жазу арқылы қосындымызды ықшамдай отырып, оның мәнін таптық. Мәні 11-ден 1-ге тең болды. Осымен 193-ші беттегі 570-ші тапсырмамыз аяқталды балалар.